Кайырлы күн, құрметті әріптестер. Мен Жүсіпбекова Сушаш Қыдырбайқызы, қазіргі таңда Азаматтық авиациялық академия кітапханасының директоры лауазымын атқарамын. Кітапхана саласында қызмет өтілім 19 жыл. Қазақстан Республикасының ұлттық кітапханасында, одан кейін Қазақ медициналық үздіксіз білім беру университетінде кітапхана меңгерушісі қызметін атқардым. Одан кейін Абылайхан атындағы Қазақ халықаралық әлем тілдері университетінде кітапхана директоры қызметін атқардым. Кітапхана саласын арнайы таңдадым деп айта алмаймын. Басты мамандығым ол ағылшын тілі оқытушысы болатын. Ұлттық кітапханаға жұмысқа тұрғаннан кейін осы кітапхана мамандығына деген қызығушылығым арта бастады. Одан ары жоғары оқу орындарының кітапханасына қызығушылығым артып, осы саламен ары қарай жұмыс істеп жатырмын. Бірінші себеп, кітапхана саласындағы маман өзін жан-жақты дамытады деп айтсам болады. Себебі қазіргі таңда кітапханашы ол сабақ беруші тұлға, кітапханашы ол IT саласында өзін сынай алады. Кітапханашы ол жаңағы ғылымға бет бұрған, яғни қазіргі жастарға бағыт-бағдар беретін, одан кейін жаңағы құнды өзіміздің құжаттарымыздың қазақ құндылықтарын сақтайтын өзінің ең үлкен ауқымды орын деп айтсам болады. Әріптестер, сіздерді кәсіби мерекелеріңізбен шын жүректен құттықтаймын. Өнегелі еңбегіңізбен, талантты ісіңізбен, жайдары мінезіңізбен, өз ісіңіздің аманы болып, тәнті етіп жүре беруге шын жүректен тілектеспін.